Құрметті көрермен қауым, біздің қонақжай студиямызға қадірлі мейманымыз келіп те қалды. Сіздерде таныс болыңыздар. Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық Қазақ музыкалық драма театрының актері, Кузбасс атындағы құрмет орденінің иегері Қуандық Қыстықбаев бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Бұл мереке енді сіздің де мерекеңіз. Оны атап өтуіміз керек міндетті түрде. Өйткені расымен де осындай тамаша соғыс жайындағы фильмге бас рөлді сомдау, бұл енді әркімнің басына бұйыра бермейтін бақ. Сондықтан мереке құтты болсын. Рахмет. Жалпы көңіл-күй қалай мерекелік? Тамаша. Өте жақсы. Енді елімізде осы соғыс жайындағы патриоттық бағыттағы фильмдер өте көп. Соның бірі осы Қасым фильмі. Енді бұндай бағыттағы фильмдер қалай түсірілу керек? Жалпы насихатталуы қалай болу керек деп ойлайсыз? Келер ұрпақ, қазіргі балалар жаңағы оқу барысында сұрасаң, фашист деген кім екенін білмей жатады. Жаңағы олармен кімнің соғысқан, Ұлы Отан соғысының қалай болғанын білмей жатады. Ондағы батырларымызды есімін оқыса да, бірақ олар нақты қалай кіммен күрескенін білмей жатады. Не үшін күрескен. Сол батырлардың батырлығын жас ұрпаққа дәріптеу үшін осындай фильмдер қажет деп ойлаймын. Оның үстіне біздің қаншама батырларымыз бар. Солардың әрқайсысына бір фильм арнап халыққа паш етсе, ол ешқандай артықтық жоқ. Ал қалай түсіреді деген кезде енді бізде де түсіріліп жатыр. Бұрынғы кеңес өкіметі кезінде түсірген фильмдеріміз бар. Бауыржан атамызға, Әли апамызға, Мәншүк апамызға түсірген фильмдер. Одан кейінгі қазір қайтадан жаңартылып, Бауыржан атамызға 4 сериялы фильм түсірілді. Қасым атамызға мемлекет түсіріліп жатыр. Құдай қаласа, осы 9 мамырға қарсы көрсетеді деп ойлаймын. Талғат Бегелдинов атамыз жайлы бір 8 сериялы фильм түсірілген болатын былтыр. КТК арнасының жобасы. Ал енді менің түсіп келген фильмім сол Украина жерінде түсірілді. Олар енді әбден осындай соғыс фильмдерін түсіруге әбден машықтанып алған. Сондықтан олар не түсіретінін біледі, сценарийлері жақсы. Қалай түсіретінін де біледі. Осы жайында бір сұрақ. Жалпы көрермен дайын туындыны көріп жатады. Ал экранның ар жағында қандай жұмыстар жүргізілгенін білмей жататыны бар. Мысалға, қыстың қақаған суығында кейде ыстықтап тұрғандай боласыздар, немесе жаздың нағыз ыстығында жаурап тұрған бейнені көрсету керек болып жатады. Жалпы, енді қазіргі заманның фильмдерін түсіру оңайырақ сияқты, өткен декорациялар, қала көріністері дайын тұрады. Ал соғыс тақырыбындағы фильмдердің түсіруінің қиындығы неде деп айтар едіңіз? Әрине халық, жалпы халық, сыншылар олар біледі, қалай сынайтынын, қандай машақатпен келетінін фильмнің, болмаса спектакльдің. Ал енді халық көре салып, ой, мына фильмді бұлай түсіріпті, мына спектакльді бұлай шығарыпты деп кейде бірден көре салып сынайтып жатады. Оның ар жағындағы, оның қалай түсірілген, қандай жаңағы маңдай термен келгенін біле жатпайды. Қалай түсірілгенде бізде кейбір ауылдарда болмаса, сол заманғы жаңағы декорацияны жасамай-ақ кейде түсіретін. Ал болмаса, арнайы жасайтын болса, міндетті түрде ол фильмге сол заманның декорациясын жасайды. Болмаса, павильонда түсіретін болса, ішкі интерьер дейді, соның бәрін жасап шығарады. Ал енді менің көргенім, сол Украинаға барсам, әрбір ауыл тура сол заманның реңін беріп тұрады. Оларда кәдімгі өздерінің дәстүрі солай ғой. Ағаш үй салады, ескіше салады, сол іштерінің бәрін біз сияқты былай өңдемейді. Сондай кейбір сондай жерлер болды. Сосын арнайы 3-4 түсірілім алаңын көрдім мен. Арнайы бір үйлер кәдімгі жарылуға дайындалған үйлер, өртенуге арналған үйлер. Сосын Гарбаты гора дейді жаңағы. Сол жер музей, мұражай. Ол жерге біздің кәдімгі өзіміздің өңірімізден жинаған сияқты Украинаның барша өңірінен, әр өңірдің өзі тұрмыс салты әрқалай ғой. Сондықтан соларды жинаған жаңағы неше түрлі жел диірмендер, кәдімгі үйлер мұражай ретінде сақталады. Бүкіл жан-жақтан халықтар келіп оны көреді. Оны қоса жаңағы түсірілім группалары сол жаңағы декорация ретінде пайдаланады. Көбіне сол жерлерде түсірдік. Сосын жаңағы Киевтің ішінде болған, мен әлгі Қақмаңдайда неміс сататын жерлер, жаңағы үлкен баспалдақтар бар үйлер Киевте әлі сақталған. Арнайы сол мен ойлаймын, соның бәрін жаңағы
өңдеу жұмыстерін жүргізбеген жұмыстарын арнайы сақталған. Соның ішінде Киев қаласының ішінде жүріп түсіре бердік. Қандай тамаша. Керемет. Қуандық аға, біз енді сіз бүгін жалғыз өзіңіз келген жоқсыз студиямызға. Бізге бүгін құрметті көрермендер, Қалеке театрының жас актерлары келген. Біз бірер минуттардан кейін Қуандық ағамызбен бірге жас актерлардың өнерлерін тап осы студияда тамашалайтын боламыз. Ал құрметті көрермендер, тікелей эфирде таңшылпан, біз уәде еткенімізде, міне біздің студиямызда Қалеке театрының жас актерлары, олар Олжас Жақыпбек, Нұрсұлтан Есен және Бауыржан Сұрапбаев. Және Қуандық ағамыз. Қуандық аға, енді тізгін өзіңізде. Бәрекелді, рахмет. Біз енді барша ер азаматтарды, батыр бабаларымызды мерекелермен шын жүректен құттықтап, бұл дүниеден өтіп кеткендеріне, рухтарына тағзым етеміз. Қасым атамыздың Қасым Аманжоловқа еліктеп шығарған өзінің өлеңі бар. Содан кейін өзінің естеліктерінен бар. Содан өзіңді оқып беріп рұқсат етіңіздер. Жақсы. Мен дағы өр найманның қасымымын. Демеймін қатардағы жасығымын. Тағдырдың талайынан талмай өткен, Алтайдың алшы түскен асығымын. Адаммын, басымнан сөз асырмайтын. Ашықпын, ішіме сыр жасырмайтын. Өр мінезім тағы бар, кеуде соғар. Ешкімге тізе бүгіп басырмайтын. Украина жеріне келісімен бас аяғы 10 адамды басқарып, жау тылына алғаш рет аттандым. Парашютпен жау тылына түсу оңай емес. Табанымыз жерге тиген сәттен бастап, айналамыздың бәрі фашистер. Штаб бізді жөнелтерде, енді қайтып көрместей қоштасып қалған болатын. Біздің алдағы халімізді осыдан ақ біле беруге болады. Ал біздің мақсатымыз жау тылында партизан отрядтарын ұйымдастыру, орталықпен байланыс жасау болатын. 4-ші күн дегенде қоршауда қалдық. Міне, менің партизандық өмірімнің алғашқы ұрысы, бет-бе-бет шайқасы осылайша басталды. Осы кезде көңілді 500-ші пойыз деп аталатын әскерден қайтқан солдаттар тиелген қызыл вагонның Қазақстанның шеткі шағын станцияларының біріне келіп тоқтағаны көз алмай елестеді. Тәкен деген жолдасым вагоннан қарғып түсті де, пойызға сүт, айран, жұмыртқа сатып алып келе жатқан әйелдердің қасына барды адыраңдап. Апалар, амансыңдар ма? Бәріңізге мың сәлем деді ол адыраңдап. Айран бар ма? Бар шырағым, бар десті әйелдер. Сөйтіп жолдасым бір банк айраны басына бір-ақ тартты. Қалған айранды бетіне жақты. Қап-қара жігіттің беті алабажақ болып шыға келді. Бұның не деп қартаң әйел таңданып. Бұның қуанғаным апа, сұрапыл соғыстан аман келіп, туған жерге табаным тиіп, сіздей апамның қолынан айран ішкеніме қуанғаным апа, айранның қалғанын бетіме жаққаным, балалық шағымды есіме түсіріп, еркелегенім, сізге еркелегенім бүкіл Қазақстанға, халқыма еркелегенім апа. Осы кезде аңқылдақ батыр жолдасымның сол бір сөздері керемет шешендік болып шыға келді. Оны естіген әйелдер қолдарындағы бар қаймақ, айран, айрандарын да Тәкенге ұсынып отыр. Тәкен болса мәз болып, апалар, ендеше біз мұны халықтың майданнан жеңіспен келген солдаттарға шашқан шашуы деп қабылдайық. Жөн деп апалар да риза болып қалды. Міне, біздің көңілді 500-ші пойызымыз гудок беріп, одан әрі ілгері жалғасты. Жасылмен бояқ қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері. Қырларда, мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Әкелді шуақ маңына соғыстың соңғы көктемі, көп болды нұрын төккелі. Жап-жасыл мынау аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көкмеңі. Қызғанып гүлдерін жасырып, соғыстың соңғы көктемі, жап-жасыл шыбық талдағы орманның жасыл шекпені. Қуанта алмады бірақ та сонау бір үйді шеттегі, соғыстың соңғы көктемі. Ай артынан ай туып, жыл соңына жылда келер. Бүгінгі ауыр сұрапыл соғыстың дәуірі, ертең-ақ шаттықтың алтын нұрын шашқан сәулетті күнге жеткізер. Сонда сол өткен уақыттағы оқиғаларға көз салармыз.
адам тарихынан ғасырлар бойы өшпес орын алған талай-талай белестерді, халқымыздың абырой атағы даңқы, намыс үшін өз өмірін қаза еткен батыр бауырларымызды еске түсірерміз. Оларды еске түсірумен іс бітпейді. Халқыңды шын сүйсең, сол бауырларыңдай қызмет ет. Ынжық алқы салқы болып жүремер ме? Олай істеуде сол кісілердің аруағы кешірмес болар. Қазақпын деген сөзді мен жұртын сүйу, халқын елін, туып өскен жерін сүйу, халқының батырлық ерлік, салтын, дәстүрін сүйу, ғасырлар бойы жасалынған ұлттық әдебиет пен мәдениетін сүйу, өз ұлтын аса қадірлеп, адал қызмет етуі деп түсінемін. Мен майданда немістермен бетпе-бет соғысып, көптеген немістерді атып өлтіріп, жаудың 10 шақты танкысын қираттым. Бұл менің мақтануым емес. Шындығым, ал енді осылардың бәрін істеген кімделік? Оны істеген Ғабдуллин деген қазақ баласы, қазақ елінен туған ұл дейді жұрт. Олай болса, сол ұл өз ұлтын мақтан етуге, қазақпын деп айтуға хақысы бар ма? Әрине бар. Көп рахмет. Отан үшін қан кешкен ардагерлеріміздің, батырларымыздың ерлігі мәңгі халық жадында сақталары сөзсіз. Енді сөз соңында бір сұрақ болсын, Қуандық аға. Театр репертуарында жеңістің 70 жылдығына орай қандай спектакльдер қойылып жатыр қазіргі уақытта? Осыдан бірнеше жыл бұрын марқұм халық қаһарманы Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов атамыз қойып кеткен «Ана жер ана» қойылымы бізде 2014-тің аяқ жағында арнайы осы жеңістің 70 жылдығына жаңартылып қойылған болатын. Оны күні кеше ғана 7 мамыр отан қорғаушы күніне арнап ойнадық бәріміз. Ал содан кейін арнайы міне наурыз айында сахнаға жол тартты Валентин Ежовтың «Бұлбұлдар түні» деген спектакль. Сол спектакльдегі киімдеріміз бәріміз сонда бәріміз сонда ойнаймыз. Оны ертең 9 мамыр күні барша көрерменге жеңістің 70 жылдығымен құттықтап тарту етеміз. Ендеше құрметті көрермендер, біз баршаңызды Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарын Қаллеки театрына шақырамыз. Театрға барып, рухани байып қайтыңыздар. Ал өздеріңізде жалынды да дарынды жастар көп болсын деп тілейміз. Ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Расымен де бүгінгі жеңіс мерекесімен барша ардагерлерімізді, бізді тамашалап отырған көрермендерді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі бейбіт өміріміз бұл біздің ардагерлердің бізге сыйлаған жемісі. Фурашың жарыс қапты деген менде, әдемі. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері Қуандық Қыстықбаев және осы театрдың жас актерлері Олжас Жақыпбек, Нұрсұлтан Есен және Бауыржан Сұрапаев. Көп рахмет. Жеңіс мерекесі құтты болсын.